Артық салмақты бала емделуші мен дәрігер әңгімелесуде. Бір бала артық салмағы болғандықтан ауруханаға жатырды. Бірнеше айдан кейін ол білікті дәрігерлердің қамқоршылығымен артық салмақтан айырылды. Нәрселердің бәрі дұрыс мөлшерінде болу керек, деді дәрігер өзінің бала емделушісіне. Бұл не білдіреді, деді сұрады бала. Жарайды, білгің келсе онда түсіндіремін. Әсіре көп тәттілерді жесең, тістеріңде тісектер пайда болады. Артық салмақ жинайсың. Артық салмағын жинасаң, белсенді өмір сүруді жалғыз тұруың қиын болады. Денсаулығың әртүрлі мәселелерге тап болады. Басқа жағынан Кант денемізге де керекті нәрсе екен. Кант арқасында миымыз құнарлы нәрселермен қамтамасызданады. Бұтқа жейсің бе, онда да керекті көмірсу нәрселер бар. Олар біздің денемізге қуат, қарқын, қажыр береді. Барлық жейтін нәрселер теңгеруде болса, ол дұрыс болады. Нәрдің тепе-теңдігі денсаулығының кепілі. Енді түсесің бе балам, деді дәрігер. Оның әрдайым байсалды бетінің бейнесі жемеу түріне айналуда. Түсіндім, рахмет ағай. Егер түсінсең, сені ауруханадан жіберу жөнінде нұсқауымды берем. Құттықтаймын. Сенің ешқашан жаман әдеттерден тәуелдігіне болмайтынына сенемін. Сені жаман әдеттеріне бауыр басуынан айырылдық. Рахмет. Олардан тәуелді ешқашан болмаймын ағай. Уәдемді беріп жатырмын. Жақсы, онда біздің өзара түсінгенімізге қуаныштымын. Қазір менің денем талдырмаш халда екен, деді бала күліп. Ақылыңызды жатап үйлендім. Жақсы, онда денсаулығың мен әдеттерін қайшылықта болуға болмайды.